Бұл нәрселер маған ұнамайды. Боқтамайтын шығарсыз. Әрбір жасаған ісіңе жауапкершілік болу керек. Саясатта сексизм түсінігі бар ма? Сондай нәрсені сұрап жібердіңіз. Сол орынды жуып шаюға сізге қанша уақыт керек? Осындайда әйелдің шығып кетеді. Бәлкім өзімізден бастаған дұрыс шығар. Дұрыс айтасыз. Мен өзіме есіме сақтап, соны дұрыстаймын. Карамельдерге қалай қарайсыз? Қымбатты Толклайк YouTube жобасының көрермендері, бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова ханым. Қош келдіңіз. Әдетте қарапайым спортшылар, немесе осы әдебиет, мәдениет саласында жүрген, Қазақстан Республикасында еңбек етіп жүрген жандарға хабарласам, сұхбаттасайық деп, бірақ көп жағдайда қашып жатады. Сіз бас тартпастан осындай ашық сұхбатқа келістіңіз. Неге? Мен таңғалып тұрмын. Бүгінгі біздің кездесуіміз тек қана менің жекеменшік кездесуім ретінде қарамаймын. Жалпы министрліктің осы саланың жұмысын көрсететіндей, және өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, басын ашып алатындай, және осы саладағы болып жатқан өзгерістер туралы айтуға дайын екенімді көрсетіп отырмын. Жақсы. Сіз майдангер жазушы Рахметолла Райымқұловтың қызысыз. Және де Қазақстан Республикасының мемлекет және қоғам қайраткері Ұзақбай Қараманов ағамыздың келінісіз. Сонымен қатар дәл қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрісіз. Былай қарасаңыз, үшеуінің де жауапкершілігі жоғары. Бірақ қайсының жауапкершілігі басымырақ? Сонымен қатар мен Зейін Шашкин деген атақты жазушының жиенімін. Ол кісі мысалы біздің жанұямызда үлкен бір қадірменді атақты тұлға. Әрине сіз әбден дұрыс айтасыз. Әрбір адамның жауапкершілігі болады. Және өзің осындай адамдардың ұрпағы болғандықтан, осындай отбасыдан шыққандықтан әсіресе жауапкершілік болады. Бір саланың министрі болып отырмын. Әрине бұл өте үлкен дәрежедегі жауапкершілікті талап етеді. Мен оны сезінемін. Сонымен қатар өзіме артқан сенімді үлкен жауапкершілікпен атқаруға тырысамын. Яғни қазіргі жауапкершіліктің салмағы басымырақ қой бүгінгі уақытта. Жақсы. 2019 жылдың 17 маусымында сіз Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі болып тағайындалдыңыз. Бұл тағайындауды күттіңіз бе, жоқ әлде бәрі кездейсоқ болды ма? Егер барлық орынбасарлар бастық болам деп армандап отырса, жұмысты кім істейді былай айтқанда? Мен өзім жұмысымды жақсы атқаруға, адал атқаруға тырыстым және атқардым деп ойлаймын. Еңбегің еленіп атса, жұмысың жоғарылып жатса, онда ол жауапкершіліктің артқаны. Бір жағынан күтпедім де, бір жағынан да қай жаққа жұмыс жаса, қоғамға еңбегің сіңеді деген үмітпен айтқандықтан, осы жұмысты қазір осы бүгінгі күнде қарқынды атқарып жатырмын. Бүгінгі уақытта Ұлттық музейдің бас директоры, экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлымен сіздің араңыздағы байланыс қандай? Және де ол азаматтың бүгінгі сіз басқарып отырған ведомствода істеп кеткен жұмыстарына қалай баға бересіз? Арыстанбек Мұхамедиұлының қол астында бірнеше жыл жұмыс істедім. Арыстанбек Мұхамедиұлы білікті азамат және тәжірибесі мол. Сондықтан бірге жұмыс істеген жылдар өзіме көп тәжірибе алып, көп нәрсені үйрендім. Жақсы. Дегенмен де ол азамат министр болып тұрған сәтте ел арасында мынандай бір мәтел десем болатын шығар, орын алды. Мені мәдениет министрі емес, мәдениет министрінің мәдениеті қатты ойландырады деген ел арасында әлеуметтік желіде болсын, баспа беттерінде болсын жазылып жатты. Сол орынды жуып шаюға сізге қанша уақыт керек? Министрліктің жұмысында министрдің тек қана оң имиджін жасайтындай жұмыс қана емес, жалпы осы саладағы білікті адамдардың, мамандардың жұмыстарын жүзеге асырып, осы салаға жақсы бір жаңалықтарды және жақсы ізгі жұмыстарды жүргізу үшін біз жұмыс істейміз. Сондықтан уақыт көрсетер,
және оны қазір бүгінгі күнде мәдениет министрлігі болып қалыптасуына күшімді салам деп айтам. Рахмет. Әр салаға жеке-жеке жіктеп тоқталғым келеді. Біріншіден, мәдениет және спорт министрі. Бұл екі саланың бір басқармаға біріктірдуі қаншалықты тиімді. Министр ретінде сіз келешекте осы екі саланың бөлек-бөлек болғанын қалайсыз ба, жоқ әлде біріктіріп жұмыс жасауға бола ма? Өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар, әрбір министрлікте бір ғана сала емес, бірнеше сала болып жатады. Бұл біздің елімізде ғана емес, басқа елде де сондай. Менің ойымша, жұмыстың аздығы, көптігі маңызды емес. Өздеріңіз білесіздер, әрбір салада бірнеше ірі мекемелер бар, көптеген білікті мамандар бар. Ең алдыменен осы салаларда білікті мамандар жұмыс істеп, адал жұмыс істесе, сол маңызды. Ал енді біз менеджмент дейміз, оны басқару және нәтижелерін көрсету, ал бұл енді басшының мақсаты. Қасыңызда, яғни білікті мамандар болса, қос саланы да атқаруға болады. Жақсы. Ендеше бастайық тіл мәселесіне. Ақтоты ханым қанша тілді жетік меңгерген? Қазақ тілі өзімнің ана тілім, жетік білем деп айта аламын. Сонымен қатар орыс тілі мына халықаралық арасындағы үлкен тілдердің бірі, сондықтан орыс тілін де білем деп айта аламын. Ағылшын тілін бүгінгі күнде әрине әрбір маман білу міндет. Сіз үш тіл білесіз ғой? Иә, үш тіл. Қазақша, орысша және ағылшынша. Жақсы. Латын қарпінің нақты икемге келетін нұсқасы бізде қашан дайын болады? Көшу туралы мемлекеттік бағдарламасы дайындалды, және ол кезең-кезегімен қазір жүзеге асырылып жатыр. Соның бірінші кезеңі аяқталып қалды. Осы бірінші кезеңнің мақсаттарының бірі қазақ тіліне бейімді латын алфавитін дайындап, апробациядан өткізіп, соның аясында орфографиялық емле ережелерін дайындау. Бүгінгі күнде білікті мамандармен бірге, ірі мекемелермен бірге, білім және ғылым министрлігімен бірге, басқа министрлікпен бірге, мемлекеттік комиссия ретінде осы жұмыстар күрделі және қарқынды атқарылып жатыр. Бұл оңай нәрсе емес. Министрлікке күнде бірнеше хат келеді, бірнеше кездесулер болады, талқыланып, апробация ретінде бір қоғамға да икемді, халқымызға икемді және ұрпақтарға икемді, жақсы үйренетіндей осындай бір алфавит болады деп ойлаймын. Және емле ережелер болады деп ойлаймын. Жақсы. Инстаграм әлеуметтік желісіндегі сіздің парақшаңыз Ақтоты Райымкулова деп тұр. Бәлкім өзімізден бастаған дұрыс шығар. Дұрыс айтасыз. Мен есіме сақтап, соны дұрыстаймын. Жақсы, рахмет ескергеніңізге. Екіншіден, сол сіздің әлеуметтік желідегі парақшаңыз 3 адамға тіркелген екен. Біріншісі Тоқаев онлайн парақшасына, және де екіншісі Ақорда пресс, үшіншісі Арыстанбек Мұхамедиұлына. Неге басқа адамдарға тіркелмедіңіз? Неге осы 3 парақшаға тіркелдіңіз? Мемлекет басшымыздың парақшасына тіркелгенім ол бірінші. Өйткені енді мемлекеттік қызметкер ретінде, саяси қызметкер ретінде. Ал енді басқа парақшаларға тіркенемін. Өйткені бұл енді өзіңіз көрініп отырсыз, қазір күрделі қарқынды жұмыс үстінде. Оны енді парақшамды жүргіземін, бірақ оны өзіңіз айтып отырғандай, бұл нәрсеге тағы басқа адамдарға да тіркелетін. Өзіңізге тіркелемін ең алдымен. Жақсы. Маған қызықтырғаны, неге Арыстанбек Мұхамедиұлына сіздің тіркеліп тұрғаныңыз? Ол енді бірінші күннен бері өзіңіз, мен айтып кеттім, біз бірнеше жыл мен сол кісінің бастығыңыз болғанда тіркелгенсіз? Иә, сол кісінің қол астында жұмыс істедім, және ол жұмыс барысында тіркеліп қалған нәрсе ғой. Жақсы, рахмет. Соңғы рет қазақстандық режиссерлардың қай киносын көрдіңіз? Және сізге ұнаған қазақстандық фильм? Бүгінгі күнде жақсы кинолар, туындылар болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мысалы, халықаралық деңгейде де қазір фильмдеріміз жүлделерге ие болып жатыр. Соның ішінде Әміре фильміміз, осы Оралман фильміміз, және мына Анаға апарар жол
айрықша айтайын дегенім осы фильм. Сонымен қатар өте бір жақсы қоғамға деген жақсы әсері бар Елбасы жолы эпопеясы. Осы жақында ғана жеңімпаз фильмін қарадым. Мысалы, біздің мына ұлттық фильмдерді түсіргенде өздерінің критериялары бар. Ол мына патриоттық сезімді тәрбиелейтін фильмдерді шығару. Және осы бүгінгі күнгі лидерлер туралы шығару. Мысалы, тарихи фильмдерде, мына деректі фильмдерде біздің Қазақстанымызды көрсететін дүние жүзіне, елімізге көрсететін сондай фильмдерді шығару, бұл ұлттық фильмдердің критерияларына жатады. Соның ішінде біздің бүгінгі заманауи уақытымыздың жеңімпазы, үлкен біздің Совет өкіметі кезінде Олимпиаданың алтын жүлдегері болған Жақсылық Үшкемпіров ағамыз туралы осы жеңімпаз фильмін түсірдік, және осы бір апта бұрын оның премьерасын көрдік. Бүгінгі күнде бүкіл республикамыз бойынша осы фильмді көрсетеді. Менің өзіме жылы болып көрінген және кәсіби түрде сондай бір жылы сезімде жасалған фильмнің бірі. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, осы жақында үлкен тарихи картина, ол Томирис картинасы шығайын деп тұр. Ол да көрерменнің көңілінен шығады деп ойлаймын, және мына халықаралық деңгейде де қазақтың тарихын, көне тарихын көрсететіндей бір жақсы туынды келді деп ойлаймын. Коммерциялық кинолар көресіз бе? Нарық заманы болғандықтан коммерциялық кинода бар, және ол болмау керек деп айта алмаймын. Халық көріп жатса, өзінің қаражатын беріп билеттерді сатып алып жатса, және ол кинозалдарға барып жатса, онда ол киноның сұранысы бар деген сөз. Менің ойымша, халық жағынан сұраныс болып жатқан жағдайда ондай фильмдер және ондай өнімдер көбейе береді. Кімнің киносын көрдіңіз коммерциялық кинолардың арасында? Каникулы офлайн деген киноны көрдім. Мы, конечно, понимаем по-казахски, но не говорим по нему. Турасы сияқты екен. Не говорит, но понимает. Сен қыздарың атты тек қана зоопаркте ғана көрген ғой. Каганет бауым айтсам әкешмешті. Мощный туса жасаймыз ба? Коммерциялық фильм ғой ол. Әрине. Ұнады ма сізге? Қатты ұнады деп айта алмаймын, өйткені мен енді өнер адамы болғандықтан кәсіби ретінен бір сұрақтарым бар. Ал былай қарағанда, әрине олар коммерциялық фильмді жасаған адамдар, ол өнімдері сатылуы керек, сондықтан оның сапалы болуында оларды қалайды. Сондықтан коммерциялық фильмдерді түсірген адамдармен сұхбаттасып, олардың біліктілігі арттыру керек екенін біз өзімізге министрлікте алдымызда қойып отырмыз. Сондықтан да каникулы офлайн киносының екінші бөлімін түсіруге министрлік тарапынан ақша бөлінді. Ол енді қазір сценарий ретінде қарастырылып жатыр, және өзіміздің осы ұлттық киноның критериялары бар дедім ғой. Сол критерияларға лайықты қылып, осы сценарийді жасауға біз өзіміздің ұсыныстарымызды айттық. Біз болғанда, бұл министрлік емес, жаңа мына кино саласындағы киноиндустрия туралы, кинематография туралы заңның аясында эксперттік совет құрылды. Ол эксперттік советтің құрамында білікті мамандар, сценаристер, режиссерлер, продюсерлер, кино саласында көптеген жыл жұмыс істеген азаматтар бар. Сол азаматтардың ұсыныстары. Сондықтан бұл мысалы кейбір уақытта қоғамда дұрыс емес бір пікір бар, министрлік бәрін шешеді деп. Бүгінгі күнде ондай емес. Бүгінгі күнде кәсіби мамандарға осы қолдарына біз осы құқықты беріп қойдық. Сондықтан осы кәсіби мамандардың, эксперттік комиссияда отырған мамандардың қолдарында. 2019 жылдың 3 қаңтарында Қазақстан Республикасында кино туралы заң қабылданды. Қаншама жылдар аңсадық, нәтижесінде жеттік. Бірақ дегенмен де сол заңның ішінде де әлі баға ашылмай тұрған баптар бар. Киноның тіліне қатысты және осы киноны тасымалдайтын және көрерменге ұсынатын компаниялардың бір құйтырқы әрекеттері бар. Қазақша киноларды жаңағы таңғы уақытқа немесе түске дейінгі уақытқа қояды. Нағыз көрермен баратын уақытқа жаңағы шетелдік өнімдерді ұсынып отыр. Бұл реттеле ме? Бұл сұрақтар реттелген заңда. Айтып кетейін.
Мысалы, фильмдерді, Қазақстан территориясына келетін фильмдерді үш тәсілмен көрсетуге мүмкіншілік береді. Бұрынғы мәдениет туралы заңда тек қана бір ғана тетік болатын. Қазақстан территориясына келген фильмдерді дубляждау деген. Өзіңіз білесіз, келген фильмдер бәрі дерлік дубляжданбады. Былай қарағанда бұл тетік норма орындалмады. Сондықтан біздің тілімізді құрметтеу үшін және Қазақстан территориясына фильмдер кіргенде жалпы алғанда қазақ тілінде болу үшін біз үш жолды бердік. Дубляждау, немесе субтитрлеу, немесе кадрдан тыс дауыспен қазақша айту. Осы ретте қосымша сұрақ қойғым келеді. Бұл жерде оларға ыңғайлы нұсқасы субтитрлау. Дыбыстау немесе дубляждау оларға көп қаражатты талап етеді. Бірақ мен қазақ және өзге елдің киноларын көп көретін азамат ретінде барамын, көремін, субтитрларын оқысаңыз өте күлкілі. Өйткені қате жазылған. Қарапайым көрермен ретінде өтініш сол субтитрлардың сауатты аударылуын бір тексерсеңіздер және қадағаласаңыздар. Аударма қазір бизнес ортасында. Мысал ретінде айтайын. Бір Ресейден келген фильм қазақша субтитрленген. Өте төмен сапада аударылған екен, көрдік оны. Енді оны Ресейге сұраныс қойсақ, олар айтады: сіздердің Қазақстандағы осы аудармамен және осындай нәрсеге құқығы бар компанияларға біз субтитр жасауға өзіміздің ұсыныстарымызды береміз дейді. Қазақстандағы аудармамен шұғылданып отырған бизнес орталықтағы компаниялар осы жұмысты жасайды және өздері осы ресейліктерге ұсынады. Ресейліктер қазақшаны түсінбейді ғой. Біздің қазақстандық компания жасаған аударма, сол аударманы субтитрге салады. Ал енді былай қараңыз, сонда бұл сұрақ кімге? Сол компанияларға ғой. Ал оған министрліктің құзыры жүрмейді. Құзыры жүрмейді. Өйткені ол бизнес орталық. Бизнес орталыққа беріп қойған аударманы. Заңмен келетін болсақ, біз шектей алмаймыз. Шектей алмаймыз, өйткені ол бизнес орталықта өздеріңіз білесіздер, қазір бүгінгі күнде бизнеске шектеу қоя алмаймыз және бүгінгі күнде министрліктің мемлекеттік органның құзыретінде жүрмейді. Біз тек қана мониторинг жасап, оларды мысалы дұрыс жасадың, дұрыс жасамадың деп қана айта аламыз, қоғамнан келген сұранысқа байланысты. Яғни осы жерде бір қарама-қайшылық туындап тұр. Қарама-қайшылық емес, бұл бизнес орталықта осындай нәрселермен шұғылданатын адамдарға жақсылап қарап контрольдау керек. Рахмет толыққан жауабыңызға. Екінші мәселе уақыты. Қазақ киноларының уақыты түске дейін неге қойылады? Жалпы бүкіл кинотеатрлар қазір бизнестің қолында және өздеріңіз білесіздер, олар түсім болу үшін өздерінің бір құндылықтары бойынша, өздерінің бір көзқарастары бойынша киноларды қояды. Бірақ біз осы заңның бір жетістіктері деп ойлаймын. Біз осы ұлттық фильмді көрсеткенде, оларды біз бүгінгі күнде осы заң бойынша қосымша табыс салығынан босаттық. Және бұрын мысалы 25% олардың табыстары үкіметке кететін. Бүгінгі күнде ұлттық киноны көрсетсе, 25% табысы, корпоративтік табыс өнімі, салығы өздеріне қалады. Бұл енді бизнес жағынан оларға қатты қызығушылық болып жатыр және оларды осы біздің ұлттық фильмдерді көрсетуге ынталандырады деп ойлаймыз. Солай айлалауға тура келіп тұр. Жақсы. Ендігі бір мәселе. Мысалы, біздің көршілес мемлекеттерде Голливудтан, немесе Болливудтан, немесе өзге елдерден келетін киноларға лимит, шектеу бар. Ал бізде ондай шектеулер өкінішке қарай жоқ. Қалай ойлайсыз? Шектеу керек пе, жоқ әлде осы қазақ нарығы емін-еркін өзге елдің киноларына рұқсат етілгені дұрыс па? Өзіңіз білесіз, саясатымыз ашықтықты қалайды. Ғаламтор бойынша қазір бүкіл өнер өнімдері болсын, кино өнімдері болсын, әрбір кішкентай баланың қолында смартфон. Шектеу қойса да, бәрібір адамдар көретін, адамдар көре алады. Сондықтан біздің мына мемлекеттік орган ретінде шектеу керек жоқ шығар. Бара-бара көрерміз.
мүмкін қоғамның сұранысы бойынша болса осындай нәрселерді де қарастыруға болады. Түсінікті. Экс-министр Арыстанбек Мұхамедиұлының кезінде кеңестік кезеңдегі түсірілген картиналарды Золотой фондтан Қазақстанға әкелу туралы бір үлкен бастама көтерілген болатын. Бірақ біздің сол кездегі түсірілген сапалы картиналарымыз Қазақстанға әлі келмеді. Аяқсыз қалып қойған жоқ па? Ол жұмыс бүгінгі күнде басталып жалғасуда. Мысалы, биыл 2 кинокартинамыз цифрландырып, жаңадан өнделіп, Ресей және Қазақстан мамандарының қатысуыменен. Ол «Менің атым Қожа» және «Алдар көсе» деген фильмдер бүгінде біздің алтын қорымызға құйылып жатыр. Жылына 2-3 фильм ғана қарастырылып, өнделіп, біздің алтын қорымызға ептеп кіріп жатыр. Бұл жұмыс жалғасуда деп айтуға Аяқсыз болады. қалған жоқ. Жоқ, аяқсыз қалмайды. Өте тамаша. Қазақ киносы үшін қуаныштымын. Қай тақырып қамтылмай жатыр қазақ киносында? Балаларға арналған кино түсірілу керек деп ойлаймын. Олардың психологиясын зерттеп жасайтын сценариялар керек. Халқымыздың құндылықтарын дәріптейтін, патриоттық сезімді тәрбиелейтін фильмдер, анимациялық фильмдер және балаларға арналған фильмдер көбірек болу деп ойлаймын. Сіз жақсы көретін, еңбегін өте жоғары бағалайтын 3 режиссер кім? Үлкен кісілерден өзінің бүкіл өмірін киноға арнап және өзінің кино өнімдерінің сапалы және жақсы өнімдерін жасаған режиссерлердің бірі ол Сатыбалды Нарымбетов. Әрине, Досхан ағамыз, Досхан Жолжақсынов керемет талантты киноактер болып, осы соңғы кезде жақсы кино өнімдерді шығарып жатыр. Талғат Теменов, өзіңіз білесіздер, біздің белгілі маңдайалды режиссерлердің бірі. Тағы осындай кино өндірімдерді жақсы көрсететін Ермек Тұрсыновты білесіздер. Ал жастардың арасында кім бар? Жастардың ішінде ол әрине Рүстем Абдрашев, Ахан Сатаев, одан да жас Фархат Шарипов деген жігіттеріміз, Эмир Байғазин деген жігіттеріміз бүгінде жақсы өнімдерін көрсетіп жатыр. Бүгінгі заманауи бағытта өздерінің қойылымдарын қойып жүрген театр режиссерлары бар ма? Әрине, бізде талантты режиссерлер өте көп, соның ішінде жастар да бар. Жаңағына айтып кеткен, тек қана кинода емес, театр режиссерларда да керемет жетістікке жетіп жүрген біздің Талғат Теменов ағамыз. Сонымен қатар Нұрғанат ағамыз, жастар театрының режиссері. Жас болса да жақсы өнімдерімен көрініп жүрген Асхат Майемиров деген режиссеріміз бар. Сондай жастар қазір шығып жатыр және халықаралық деңгейде де өздерінің жүлделерін алып жатыр. Қойылымдар республикалық деңгейде болсын, фестивальдарда сайыстарға түсіп, өздерінің өнімдерін, спектакльдерін керемет көрсетіп жатқан жас театр режиссерлері де, жас актерлер де шығып жатыр, Құдайға шүкір. Біздің елімізде театр өнерінде жақсы өнімдер пайда болып жатқанын айтып кету керек. Алға басу бар, әрине. Соңғы рет театрға қашан бардыңыз? Театрға баруға уақытыңыз табылып жүр ме? Әрине, Алматыдағы Әуезов атындағы драма театрына да барып жүремін. Іс-сапар барысында балалардың, жасөспірімдер Қабет Мүсірепов атындағы театрында, орыс театрында, бізде министрлікке бағынысты 9 театрымыз бар республикалық деңгейде. Сол театрларға іс-сапар кезінде кіріп шығуға, қарауға әбден өзім асығам және жақсы көрем. Сонымен қатар, егер ұмытпасаңыз, бізде опера және балет театрлары да бар. Алматыда керемет 34 жылдан бастап осы күнге шейін керемет өнімдеріменен көзге түсіп қана қоймай, осы халықаралық деңгейде жақсы өнімдерін көрсетіп жатқан театрымыз бар. Осы біз қазір отырған Астана опера театрымыз, Астана балет театрларымыз. Әрине, бұл театрлар өздерінің театр мезгілінде 2-3 қойылымдарды, жаңа қойылымдарды қойылып жатыр. Сондықтан жалпы осы театрларымыз республика деңгейінде де, халықаралық деңгейде де осы гастрольдік сапарға шығып тұрады
және театр болып, және оның мына әртістері болып жеке сапарларға да шығып жатыр. Сондықтан жылдан жылға осы театр қойылымдардың сапасы көтеріліп жатыр. Мысалы, осы Астана операға келем деушілер сондай көп, билеттер кассада жоқ. Ол өте қуанышты нәрсе. Ол мына қоғамның талғамы өсіп келе жатқанын көруге болады. Бетбұрыс бар, театрда аңсау, оған келу, театрдан бір рухани ләззат алуға деген көрерменнің ықыласы бар. Бірақ драма театрының әртістері сәл-сәл өкпелеп жүр. Біздің мемлекет, жалпы басқармалар опера және балетқа қарай көңілді бөліп алды да, біз кішкене кенжелеп қалдық деген сияқты. Өйткені мына ғимаратты көреді, сәл-сәл анау іште бір қызғаныштары да болса керек. Айтқаныңыз дұрыс болды. Бірақ сонда да Мен айтты айтайын, иә, бірақ сонда да айтайын дегенім, өзі осы отырған Астанамыз Нұрсұлтан қаласында кеше ғана Қуанышбаев атындағы музыка драмалық театрдың жаңа ғимаратына құрылыс жұмыстары басталып кетті. Осы бір жарым жылдың ішінде бітіріп қалады деп ойлаймын. Осы кеше ғана мен Шығыс Қазақстанға іссапарға барып келдім. Керемет Абай атындағы қазақ драмалық театры ашылып тұр. Ғимараты керемет сондай. Сонымен қатар осы аудан орталықтарында, Алматы облысының аудан орталығында керемет театрдың ғимараты ашылды. Сол сияқты менің ойымша аудан орталықтарында ғимараттар ашылады. Сонымен қатар Түркістан қаласында осы қазақ драма музыкалық театрының ғимараты салынып жатыр. Бірақ сіздің сөзіңізге мен көңіл бөлемін, және алдыңғы өзімнің жұмыстарымда осы сіздің сөзіңізге көңіл бөліп жұмыс істеймін деп ойлаймын. Жақсы, одан кейін ол кісілердің жаңағы айлық мәселесі. Біздің енді бетке ұстайтын алпауыт ағаларымыздың, аяулы актриса аналарымыздың өзі мысалы 400-500 мың теңге алмайды. Әртүрлі, мысалы, егер театр акционерлік қоғам болса, олардың айлықтары жетіп қалады оған. Бірақ көбісі, өзіңіз білесіз, мемлекеттік теңгерімдегі театрлар. Сондықтан 2-ші қыркүйекте болған, осы жылғы болған Қазақстан Республикамыздың президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында осы мәдениет саласындағы қызметкерлердің айлық ақылары өсу керек деп бізге тапсырма берді. Министрлік тарапынан біз қазір бүкіл мына өңірдегі театрлар болсын, өңірдегі мәдениет ошақтары болсын, және республикалық деңгейдегі ошақтардың айлықтарын сараптама жасап, бүгінгі күнде Қаржы министрлігіне өзіміздің ұсыныстарымызды бердік. Осы саладағы қызметкерлердің айлық жалақысын егер мемлекет тарапынан қолдау тауып жатса, республикалық деңгейде 40%-ға дейін өсетіндей болады, ал өңірлерде 23%-ға дейін айлықтар өседі. Бұл бірден бір қадам деп ойлаймын, және осы өнер саласындағы, соның ішінде театр саласындағы мамандардың әлеуметтік жағдайлары жақсаруындағы бірден бір қадам деп ойлаймын. Тағы жоспарларымыз бар. Сонымен қатар тек қана театр емес, өздеріңіз білесіздер, ол кітапхана жұмыскерлері, музей жұмыскерлері, архив жұмыскерлері. Сондықтан осы қызметшілердің әлеуметтік жағдайлары жоғарылау үшін бірден бір қадамдардың бірі, осы жұмыстарды жалғастыру үшін өзіміздің жоспарларымыз бар, жұмыс істейміз. Өзіңіз айтып қалдыңыз кітапхана деп. Мен ауылда өскен баламын. Мен ауылдағы кітапхананы білем. Ол кезде кітапхана ашық тұратын. Классик ағаларымыздың шығармаларымен сол жерде таныстық. Қазір мен ауылға барамын. Ауылдағы кітапханалар қарқынды жұмыс жасап жатыр деп айта алмаймын. Қандай жоспарларыңыз бар ауылдағы кітапхананы жандандыруға? Бүгінгі жағдайларын білеміз, және осы халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, кітапханалардың жұмыстарын жаңғырту, және осы кітапханашылардың әлеуметтік жағдайын жақсарту дегендей, және осы кітап қорын жаңарту жұмыстары біздің жоспарымызда бар. Біздің классиктеріміздің кітаптары, сонымен қатар заманауи
шығып жатқан кітаптарымыз біздің қоғамға жету керек, қолдарына жету керек. Алда осы жоспарымыз бойынша осы жұмыстарды қарқынды істейміз деп айта аламын. Қанша жылға жоспарлап отырсыздар? Бүгінгі күнде 5 жылға жоспарлап отырмыз. Сондықтан жоспар бойынша кезең-кезеңмен жұмыс істейміз деп айта аламын. Ауыл оқырманы үшін қуаныштымын. Менің әлеуметтік желідегі осы сізбен біз сұхбаттасып отырған Толклайк жобасының астына жазып жіберіпті. Сіздер өнер туралы, әдебиет, мәдениет туралы әңгімелескен кезде үнемі суретшілер одағын ұмытып кетесіздер. Қазақстанда бейнелеу өнерімен жаңағы сурет салу сол Әбілхан Қастеевпен тоқтап қалған секілді деп. Расында да бір қарасақ, осы суретшілердің жасап жатқан жұмыстарын насихаттау аз ба, жоқ әлде біз жеткілікті деңгейде көңіл аудармай жатырмыз ба? Суретшілер одағында талантты адамдар шоғырланған, және олардың суреттері әрқашанда менің ойымша қоғамға көріну керек, және халықаралық деңгейде де көріну керек. Біз мына көрмелерді жасаймыз. Мына Әбілхан Қастеев атындағы, өзіңіз білесіз, сурет галереясы бар Алматыда. Онда әрқашанда мына суреттердің мына көрмелері ауыстырылып тұрады. Бүгінгі күнде мына халықаралық деңгейлерде көптеген көрмелер болып жатыр. Және біздің елімізде де көптеген көрмелер болып жатыр. Бірақ енді жайдан жай сұрақ қойылмайды ғой. Осы өңірлерде көптеген таланттардың, суретшілердің суреттері республикалық деңгейде болсын, халықаралық деңгейде болсын, өзінің көрерменіне жету үшін мұнда тағы қарқынды жұмыс істейміз деп айта аламын. Рахмет, мен сол саладағы қызмет атқарып жүрген азаматтың сізге пікірін жеткіздім. Ескергеніңізге рахмет. Жыршы, термешілер, айтыскерлер одағы бар. Олар да сізге қарайды. Яғни сіз атқарып отырған министрліктің құрамында. Олардың өтініші арналарда біздің жасап жатқан өніміміздің, жұмысымыздың насихаты аз. Әттеген-ай, біз анау эстраданың көлеңкесінде қалып кеттік. Телехикаялардың көлеңкесінде қалып кеттік. Бізге осы жыр термемізді насихаттайтын, айтысымызды насихаттайтын бір арнайы арна болса деп армандайды. Ол арман болып қала бере ме, жоқ әлде арманды орындауға бола ма? Бұл мәдениет және спорт министрлігінің құзыретінде емес, бұл ақпарат министрлігінің құзыретінде. Көптеген сұрақтар болады. Неге теледидарда осындай өнім көрсетіп жатыр, неге мынандай өнім көрсетпейді дегендей. Сондықтан біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтамыз, өзіміздің мәдениет және спорт министрлігінде жасаған өнімдерімізді теледидарларға ұсынамыз. Өнер адамы болғандықтан мәдениет каналының ашылуын өте құптаймын, және ақпарат министрлігімен бірге келіссөздердің үстіндеміз қазір. Осы біздің мәдениет өнер өнімдерін қалайда, соның ішінде мына өзіміздің халықтың көне заманнан келе жатқан айтыс сияқты өнерлерімізді көбірек көрсету үшін бүгінгі күнде осы ақпарат министрлігімен келіссөздер үстіндеміз. Жақсы. Сіз сүйіп тыңдайтын, жоғары бағалайтын үш айтыскер ақын кім? Бұрынырақ шыққан айтыскерлердің бірі Бекарыс Шойбековті айтар едім. Бүгінгі күнде Мұхтар Ниязов деген, сонымен қатар Жандарбек Бұлғақов деген айтыскерлерді айтсам болады. Тағы айтатыным, бұл айтыс деген өнер өте күрделі, өте көп нәрсені қажет ететін өнер. Сондықтан айтыскерлердің бәрі мақтанарлықтай және айтуға лайық. Сондықтан бір айтыскерлерді атамасам ренжімесін, жалпы айтыскерлердің өнерін өте жоғары бағалаймын. Жақсы. Күлкіге қалайсыз, қалжыңға қалайсыз? Күлкіге қалам деп қорықпайсыз ба? Мен өзім қазақ отбасында туып өскенімнен және осы қазақи ортада жүргенім шығар, және өзім пайымымда классикалық тәрбие болғандықтан мүмкін күлкіге қалам деп қорықпаймын. Өйткені күлкіге қалатын, пародия жасайтындай ол адамдардың жүріс-тұрысы, сөздері ерекше болу керек. Әрине бір
дұрыс емес іс жасап, сондай бір дұрыс сөйлемегенге күлкіге қалатындай одан сақтасын деп отырамын. Жақсы. КВН-ге барасыз ба? Әрине, біз жас кезімізде КВН-ға бардық, көрдік, және мүмкін өзімнің жасыма қарай, талғамыма қарай соңғы кезде онша КВН-ға бармаймын. Бүгінгі күнде онша көп қарамаймын КВН-ді. Жеңіл комедияға, КВН-ға, вайнға, немесе қазір әзіл-сықақ театрларының өзінің интермедияларының жеңілдеп кеткенін байқаймыз. Сахнада сізбен біз жақсы көретін қазақ тілі қор болып жатыр десем болатын шығар. Тілдік норма сақталмайды десем де болады. Қалай ойлайсыз, осыны біз қалай түзейміз? Сізбен біздің жұмысымыздың арқасында болу керек. Әрбір азаматтың, осы қоғамдағы білікті адамдардың сапалы жұмысының нәтижесінде болу керек. Әрбір азамат өзінің желілерді қосқанда, теледидарды қосқанда, осындай сапалы нәрселерді көріп жатса, және қоғам ретінде сапалы емес нәрселерге көңіл бөлмесе, және өзінің қаражаттарын қоғам, халық сапалы өнімге қолдану керек. Жас әдебиетшілердің арасында сіз кімді танисыз? Назарыңызға іліккендер бар ма? Бар. Талантты жазушылар және талантты ақындар бар. Оларды қолпаштайтын өзіміздің бағдарламамыз бар. Ұлттық кітапханаларда жас әдебиетшілердің топтары келіп тұрады, өзара пікірталас болады. Енді аттарын атасам, мысалы, маған жақын Мирас Асан деген жігіт, өте өлеңдері де ұнайды, және болашағынан көп үміт күттіретін жазушы ретінде де Мирас Асан деген жас талантты ақынды айтуым керек. Жастар әдебиетімен таныссыз, оқып тұрасыз. Оқып тұрамын. Және оларды шабыттандыруға арналған арнайы бағдарлама бар. Түсінікті. Келешекте қазақ әдебиетінің оқырмандары шетелде де болуы мүмкін бе? Өйткені біз енді шетелдің әдебиетін оқимыз ғой. Ал біздің әдебиет шетелдің оқырмандарын қаншалықты қызықтыра алады? Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында осындай бір жақсы бағдарлама бар. Қазақстан әдебиетінің, қазақ әдебиетінің үлгілі нұсқаларының бірнеше тілге аударып, шетелдерге насихаттау. Соның ішінде классика ақын жазушыларымыз бар. Сонымен қатар жас ақын жазушылар болсын деп қалаймыз. Сондықтан бұл жастардың әдебиетке деген қадамдары, алғаш қадамдары неғұрлым сәтті болса, неғұрлым білікті мамандардың ойларынан шықса, әрине бұл кітаптар шетелде де насихатталады. Рахмет пікіріңізге. Енді эстрада деген бізде үлкен сала бар. Жалпы сіз министр болып тағайындалғаннан кейін халық жазушысы Қабдеш Жұмаділов ағамызге бағытталған мақала жазды. Сіз оған жауап бердіңіз. Құдай қаласа осы салада жақсы жұмыстар жасалайын деп жатыр деп. Алғашқы сұрақ. Өзбекстанда мысалы әншілердің мәселесі шешілген. Республикалық маңызы бар сахналарда жеңіл желпі әндер айтылмайды. Жалаңаш, жалтыр санмен олар шықпайды. Өкінішке қарай, бүгінгі біздің уақытта 1-2 жыл немесе 3 жыл еңбек етіп, 1-2 әні халықтың құлағына жеткен әншілер емін еркін республикалардың бас сахналарында өнер көрсете алады. Ешқандай шектеу жоқ. Қалай ойлайсыз, бізге эстрада бағытында ән өнерінде белгілі бір заң керек пе, керек емес пе? Сіздің айтып отырған Өзбекстандағы бұл лицензиялық құқықтық заңнамада шешілген нәрсе. Қабдеш ағаның ашық хатында маған қойған сауалдарының бірі осы эстрада жайлы болатын, фонограмма жайлы болатын. Сондықтан бұл нәрсені шешуге біз қазір қарқынды жұмыстанып жатырмыз. Бұл 1-2 айда жасалатын жұмыс емес. Бұл заң жолымен шешілетін нәрсе болғандықтан, бұл мысалы биыл бүкіл өзіміздің ұсыныстарымызды мемлекеттік органдардан өткізіп, биыл осы ұсыныстарымызды қарастырып, ендігі жылда біз мысалы заңнама ретінде оны ұсынуға дайындаламыз. 1 жыл бойы егжей-тегжейін сұранысқа салып,
әр жағынан қарастырып, мына қоғаммен ақылдасып дегендей, мемлекеттік органдардың ұстанымдарын алып дегендей, бір жыл бойы осы жұмыстар тағы болады деп ойлаймын. Келесі жылда заңнамаға қосып жатармыз деп ойлаймын. Әдетте өнерге біз еркіндік керек деп айтамыз. Ал бұл заң осы ән саласында жүрген жігіттер мен қыздардың еркіндігін шектеп тастамай ма? Жалпы өмірде әрбір жасаған ісіңе жауапкершілік болу керек. Мысалы, қоғамның алдына шыққанда, бұл мысалы сенің еркің жұмысың емес, сен өзіңнің өнеріңді тек қана өзіңнің жанұяның басында адамдарын ғана емес, жалпы қоғам көреді деп қарауың керек. Кішкене балалар көреді, үлкен кісілер көреді. Жалпы бұндай өнер қазақ халқына керек пе? Қабылдай ала ма қазақ халқы? Осындай сұраққа жауап беріп, әрбір өнер адамы жауапкершілік ретінде көру керек өзінің өнімдерін. Әрине өздерінің көзқарастарын айтады, айта алады. Эстрада майталмандарымен де, эстрадада жүрген жастармен де біз әрине ақылдасамыз. Бір оң шешімге келеміз деп ойлаймыз. Өйткені ол заңнамада тек қана бәріне тыйым салып тастау деген мысалы біздің мақсатымыз емес. Осы эстрада өнерін салаларға және өзінің заңнама ретінде құқықтарын бұзбай жұмыс істеуге арналатын бір заңнама дайындаймыз деп ойлаймын. Жақсы. Карамельдерге қалай қарайсыз? Жалпы өзімнің жасыма қарай, талғамыма қарай бұл нәрселер маған ұнамайды. Және жалпы біздің қазақтың әдет ғұрпына, қазақтың тағылымына келмейтін нәрселер деп ойлаймын. Жақсы. Әнге, өнерге, әдебиетке мейлінше тоқталдық, бірақ сіздің басқарып отырғаныңыз мәдениет және спорт министрлігі екендігін ұмытпайық. Спорттың өзін бірнеше топқа бөліп қарастыруға болады. Жазғы, қысқы және ұлттық спорт. Ұлттық спорттан бастайық. Біз өзбектерден көкпардан ұтылғанда қатты қоғам ретінде қиналып қалдық. Шын айту керек, қырғыздар осы ұлттық спортты бір өздеріне жақсы бекітіп алды десек болатын шығар. Менің сұрағым, біз оларға аналық қосымша нұсқа ретінде осы ұлттық спортқа біздің де үлесіміз бар екендігін білдіретін жақсы ойын ойлап таба аламыз ба? Орыстар айтады ғой, побеждает сильнейший деп айтады ғой. Сондықтан біз өзіміздің спортта дайындығымызды күшейтуіміз керек. Көрсеткен көрсеткіштерімізді арттыруымыз керек. Бізде құс белгілігіміз бар, ат белгілігіміз бар. Біздің мысалы бұл салаларда жетістіктеріміз тамаша болып жатса, кім айта алады қазақтың ежелгі өнері емес деп? Мысалы, мына көкпарда біз жеңіп жатсақ, кім айта алады біздің өнеріміз емес деп? Ең алдымен өзіміз мықты болуымыз керек. Осы салаларда жақсы жетістіктерді көрсетуіміз керек. Бұл бір ғана спортшының жұмысы емес, көптеген осы салада жұмыс істеп жүрген азаматтардың жұмысы және атқарылатын міндеттері. Спорттық нысандардың басқасына бара аласыз ба? Енді әйел азаматына қиын емес пе? Жоқ. Аламанға бара аласыз ба? Бәйгеге бара аласыз ба? Көкпарды көре аласыз ба? Түрлі спорттық нысандарды аралай аласыз ба? Уақытыңыз жете ме? Сізге ыңғайсыздық тудырмай ма? Әрине, тағы айтып кетейін, әрбір салада өзінің вице-министрі бар. Олар қарқынды қажырлы еңбек жасап жатыр. Ал енді мен бүгін министр болсам да, кешегі күні азамат ретінде көкпарға да баратынмын, бәйгеге де баратынмын, ипподромға барып, осы ат жарыстарға, теңге ілу сияқты, садақ ату сияқты жарыстарға да барып жүрдік. Барам да, өйткені енді әйел кісі болсам да спортқа бәріміз қоғам бойынша енді жақынбыз. Сондықтан мен өзім осы салаға енді министр болғандықтан
вице-министріменен және осы ұлттық олимпиада комитетіменен көптеген федерациялар бар, солардың бастықтары бар, солардың қызметшілері бар, өте білікті мамандары бар. Солармен бірге жұмыс істеп жүріп, осы салаға қолымнан келгенінше жақсылық әкелуге және тиімді нәрселерді жасауға адал істеуге дайынмын және істеп жатырмын. Жүзгенді жақсы көресіз. Бассейнге баруға уақыт табылып жүр ме? Шынымды айтайын, бүгінгі күнде азырақ әрине. Бірақ енді осы жұмыс істеу үшін спортпен шұғылдану керек. Сондықтан бассейнге бару осы қазір бүгінгі қарқынды заманда өте керек нәрсе деп ойлаймын. Бүкіл әлем даусына қаратты. Біздің баландин. Алдымызда Токио олимпиадасы тұр. Жүзуді жақсы көресіз. Баландинмен байланыс бар ма? Баландин бабында ма? Дмитрий Баландин осы Қазақстанның спортындағы, осы жүзу спортындағы олимпиадалық ойындарда үміт күттіріп отырған жұлдызымыз спортшы. Әрине ол жігітпен таныспын. Сонымен қатар оның мамасымен жақсы таныспын, жан ұясымен жақсы таныспын. Өте бір жақсы, ақжарқын адамдар. Дмитрийдің үлкен ағасы бар, мамасы да, папасы да осы спортпен шұғылданған білікті мамандар. Сондықтан Дмитрий бала кезінен осы жүзу спортына өте қарқынды қатысып, осы бүгінгі күнде өзіңіз көріп отырсыздар, жақсы жетістіктерге жетіп отыр. Сондықтан осы олимпиада ойындарында үміт күттіретін спортшылардың бірі. Қазақтың еркін және де грек-рим күресінде бізде көптеген жетістіктер болды. Бүкіл спорт мамандары фантастика деп баға берген Шәміл Серіков, одан бергі Жақсылық Шүкемпіров ағамыз, одан бергі әлемді аузына қаратқан Дәулет Тұрлыханов ағамыз десем де болады. Бірақ сол жеңісті жол, жеңісті соқпақ кейінгі кезде бір жалғаспай қалған секілді. Еркін күресте болсын, грек-рим күресінде болсын, әттеген-ай Қазақтан тағы да бір олимпиада чемпионы шықса ғой деп үміттенеміз. Сіз кімнен үміттенесіз? Осы күндері өзіңіз білесіз, әлем чемпионаты Нұр-Сұлтан қаласында болып жатыр. Күнде көріп жатырмыз, теледидар бойынша да өзім барып келіп жүрмін. Бүгін кешке де барамын. Әрине спорт болғандықтан кейбір уақытта үміттеніп отырған жігіттерде ұтылып қалады және күтпеген жерде ұтып кетеді. Сондықтан жалпы осы спортшылардың дайындығы дұрыс болып жатса және бағы жағынып кетсе дегендей нәрселерді біз әрине ойымызда ұстауымыз керек. Өзіңіз айтқандай, Жақсылық ағамыз, Жақсылық Үшкемпіров осы әлем чемпионатын ашты, өзінің батасын бергендей болды. Олимпиада ойындары осы 4 жылдың ішінде жасалған жұмыстың нәтижесін ретінде көрініп тұрады. Сондықтан осы бүгінгі спортшылардың қатысып жүрген ойындары, осы олимпиадаға ұмтылған ойындардың ішінде сатысыменен олимпиадаға келгенде өздерінің күш қуатының пісіп, жетісіп тұрған көретіндей болсақ, сонда мысалы біздің бәрімізден ойымыздан шығады деп ойлаймын. Күнделікті қарқынды дайындығының бар екенін айту керек. Сондықтан осы спортшыларымыздан жақсы жетістіктерді күтеміз деп айтуға болады. Желаяқ жандар бар. Ольга Шишигина, Дмитрий Карпов деген осы олимпиадалық жүлдегерлер. Олардың жалғасы қалай болып жатыр? Қазақ жеңіл атлетикасының жағдайымен таныссыз ба? Мемлекет тарапынан жеңіл атлетика болсын, қандай да бір спорттың салалары болсын, қазір бүгінгі күнде қаржы да бөлініп жатыр. Көп нәрсеге ұлттық олимпиада комитетімен бірге, федерациялармен бірге қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Мысалы, Шығыс Қазақстанға барып келдім дедім, онда Ольга Рыпакова атындағы үлкен спорттық кешен бар. Сонымен қатар Семей қаласында Жақсылық Үшкемпіровтің атындағы үлкен спорт кешені бар. Бұл не? Бұл осы өңірлегі әкімшіліктердің, жалпы мемлекеттің осы спорт саласына көңіл бөліп жатқанын көрсетеді. Мына кәсіби спорт, бұқаралық спортсыз болмайды. Қазақстан Республикасының президентінің жолдауында, биылғы жолдауында бұқаралық спортты
көтеру жайлы бізге тапсырмалар берілді. Осыған орай біз мына ендігі жылдың мамыр айына дейін кешенді жоспарымызды дайындап жатырмыз, және бір жылдан кейін осы бұқаралық спорт туралы заңнамамызды дайындап жобасын мәжіліске кіргізуіміз керек. Сондықтан осы біздің жүлдегерлеріміз, чемпиондарымыз бұқаралық спорттан шығады. Бүгінгі күнде дене сауықтыру кешендерін ашу бүкіл ел бойынша үлкен міндет болып тұр. Мысалы, биыл 22 спорттық дене сауықтыру кешені ашылу керек. Ендігі жылы 37, 21 жылы 47 спорттық дене сауықтыру кешендері ашылу керек. Бұл жалпы біздің ұлтымыздың денсаулығын жақсартатын үлкен бір тұжырымдама негізінде үлкен бір бағдарлама ретінде насихатталып жатыр. Және бұл бұқаралық спорт ертеңгі олимпиада чемпиондары, әлем чемпиондары болатындай бұқаралық спорттан шығатын жас таланттарды ынталандыруға бағытталған кешенді жоспар ретінде жұмыс істеліп жатыр. Жақсы. Енді бір 5 сұрақпен бүгінгі сұхбатты аяқтасақ, әдетте бастықтар ашуланған кезде үстелді соғады. Сіз ашуланғанда не істейсіз? Боқтамайтын шығарсыз? Жоқ, ондайым жоқ. Жалпы ондай сөздерді білмеймін де, айта алмаймын де. Наполеонның сөзі бар. Абыройсыз бастық талап қойса, ақымақ. Абыройын жинап, қызметкерлердің алдына талап қоймаса, ол да ақымақ деп айтыпты. Сондықтан жұмыс болғандықтан әрбір қызметшінің алдына талап қоясың, талап орындалу керек. Орындалмаса әрине ренжисің. Бірақ оны қызметкерлердің, мемлекеттік қызметкерлердің этикасы бар. Сол этикаға жатпайтын нәрселерді жасамаймын деп айтамын. Ашуланбайсыз? Әрине ренжимін, ішімнен ашуланамын, бірақ сол талап егер орындалмаса, неге орындалмады? Талапты орындау жолдары мүмкін дұрыс таңдалмаған шығар. Мүмкін оны менеджмент ретінде дұрыс жасамадым ба деп ойланып тұрып, сол жұмысты шешу үшін бірігіп қадамдарды жасаймын. Сіз жақсы көретін, еңбегін қатты бағалайтын, тамсанатын үш әйелді атаңызшы. Әрине өзімнің анамның, қайнанамның деп айтуға болады, өзімнің анам болып кеткен өмірлеріне тамсанам. Әртүрлі қиындықтар болса да, өзінің адамгершілігін жоғалтпаған, біліктілігін сақтаған, тәжірибе мол жинаған, аналық сезімдерін бәріне құйып отырған аналарымды өте қатты қадірлеймін, және өзіме сол кісілердің құндылықтарын сақтауға тырысамын. Сонымен қатар өзімнің екінші анам болып кеткен қазақтың үлкен композиторы, азаматы Ахмет Жұбанов академиктің қызы Ғазиза Ахметқызы Жұбанова. Осы мені таңғалдыратын адамның, әйелдің бірі. Жас болып консерваторияға келгенде осындай адаммен кездескеніне бақыттымын деп санаймын. Және осы бүгінгі күнде әрине мына Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева бізге әйелдер үшін мына саясатта, жалпы өмірде өзінің ұстамдылығыменен, ақылдылығыменен қатты әсер ететін тұлғалардың бірі. Саясатта сексизм түсінігі бар ма? Менің министр болып тағайындалғаным осындай нәрсенің жоқ екенін көрсетеді ғой. Мемлекеттік органдарда, мәжілісте, сенатта гендерлік саясат қолданыста. Сондықтан бұндай нәрсе жоқ деп айтуға болады. Нені жоғалтудан қорқасыз? Өзіме анам жақында кетті.
осындайда әйелдің шығып кетеді. Өзіме жақын кісілерді, жүрегіме жақын кісілерді жоғалтудан қорқамын. Содан сақтасын. Сақтап жүрмін. Анамды, әкемді, қайнатамды сағынып жүрмін. Олардың ақылдары. Бір сондай нәрсені сұрап жібердіңіз қазір. Қазір. Кешіріңіз. Осында әйел Сіз әйел болудан әйелдің- қашпаңыз, иә. өйткені ол сіздің жаратылысыңыз ғой. Құдай сізді солай жаратты, нәзік етіп. Ақтоты Райымқұлованың біркем дүниесі, әттеген айы. енді Құдайға шүкір дейміз ғой. Бүгінгі күнімізді, егеменді елімізді Құдайға шүкір дейміз. Адами қасиетке қарағанда әттеген ай дегенім өзімнің қасымда әкем болса, анам болса, қайнатам болса деген бір әттеген ай деген бір ойлар келеді. Әрине ол өмірдің заңы. Осы кісілердің маған берген тәрбиесінің арқасында және олардың өмірлік ұстанымдары осының бәрін мен қоғамның алдында, өзімнің туған туысқандарымның, балаларымның алдында жоғары көтеріп, қоғамға, мемлекетімізге осы еңбегім еленіп, осы лауазымға келгенде адалдықпен жұмыс істеуге, осы салаға қаншалықты жақсылықты, жаңашылдықты әкелуге тырысамын. Соңғы сұрақ, сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айттыңыз? Өтірік айтпадым. Өйткені қоғамның алдында, сіздің алдыңызда қалай өтірік айта аламын? Өтірік айтпадым. Және жалпы менің мінезімде ондай жоқ. Шынайы жауаптарыңызға, Рахмет. шынайы көңіліңізге және шынайылығыңызға Рахмет. өте ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Қымбатты Talk Live YouTube жобасының көрермендері, бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова ханым. Пікір жазыңыздар, көріңіздер, көңіл бөліңіздер және бізбен бірге болыңыздар.